саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілі пәніндегі Қазақстандағы көрікті жерлер лексикография бөлімінің 7 сабағы, яғни барса келмес қорығы туралы аңызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы таным. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Ой түрткі сұрақтары. Барса келмес туралы естігендеріңіз бар ма? Ол туралы не білесіздер? Балалар, барса келмес туралы сіздер кішкентай кездеріңізден естіп өстіңіздер. Ол туралы аңыз әңгімелерде, ертегілерде де кездестіріп жүрдіңіздер. Мысалы, Аяз би ертегісінде барса келмес деген сөзді естіген болатынсыздар. Енді балалар, сіздерге осы барса келмес қорығы туралы аңызды айтып берейін. Баяғыда осы маңайда тұратын тайпалар арасында жаугершілікке тыйым болмай бара жатқаннан кейін Ләтбай деген кісі бастаған ру адамдары құлақ естіп, көз көрмеген алыс жаққа кетіп қалуға қам жасайды. Сонда бұларға теңіздің қақ ортасында суы тұщы, шалғыны шүйгін, балығы мол, алуан түрлі аң құсы бар, сексеуілі қалың, ғажайып аралға өтіп кетуді ұсынушылар табылады. Бұлар мұз қатқанда күзер жасап, соның үстімен аралдың төріне жетіп алмақ болады. Сол мақсатта изенді жартасының түбін паналап, шолпанның тууын күтіп отырғанда, олар жаққан оттың маңайына жыртық шапанды, тесік тымақты бір ақсақал келіп, Ләтбайға қарап: "Ол аралдан қорықпаңдар, онда зұлымдық жоқ, қасқыр жоқ, адамдар жоқ. Табиғатты сақтаңдар. Аралда бақытты да ұзақ өмір сүресіңдер. Ұрпақтарың ештеңеден зәрулік көрмейді. Мыңғырған мал болады. Аң құсты өлтірмеңдер, аққуларға тимеңдер" дейді. Осыны айтқан қария заматында қараңғылық қойнауына сүңгіп жоқ болады. Ләтбай оның қыдыр екенін іштей сезеді. Ал төбеден шолпанның көрінген сәтте тайпа түгел орнынан қозғалып, мұзды көпір күзерді үстімен тізбектеліп жүріп өтіп, аралдың қойнауына барып түседі. Қысты осы аралда жақсы өткізген Ләтбайдың жұрты көктемге қарай тойына бастайды. Осы ұзақ аңыздың ақыры аралдағы ағайынның баяғы қарияның өсиетін естерінен тарс шығарып, сексеуілді отап, аң құсты қырып, аққуға ауыз сала бастауы салдарынан бір түнде маңайды түгел ордалы жыланның жалмауымен аяқталады. Аңыз бойынша сол қырғыннан 8 жасар бала ғана аман қалыпты. Балалар, бізге берілген тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші тапсырма: мәтінді түсініп оқып, қолданылған тілдік құралдар арқылы стилін анықтаңыз. Көркем сөйлеу не ауызекі сөйлеу? Сұрақ:
Ләтпай елі неліктен өсиетті орындамады? Неге ордалы жылан аралды басып алды? Мәтіндегі қолданылған тілдік құралдар арқылы стилін анықтаңыз. Бағалау критерийі: мәтіннің стилін ажыратыңыз. Дескрипторлар: сұрақтарға жауап беріңіз. Көркем сөйлеу мен ауызекі сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін біліңіз. Көркем сөйлеу мен ауызекі сөйлеу стилінде берілген сөйлемдерді анықтаңыз. Оқушылар, сіздерді сұрақтарға жауап берді деп ойлаймын. Дұрыс жауапқа назар аударыңыздар. Ләтпайдың елді аралға келіп, көп ұзамай байып, Қыдыр атаның айтқандарын ұмытып кетеді. Олар аралды байлықтың қайнар көзіне айналдырды. Жануарлар мен құстарды аяусыз жайратты. Бір ордада өмір сүретін жыландар табиғи апатты сезгіш келеді. Бұл тіршілік иесі өте кекшіл. Олар табиғатқа зиянын тигізген адамдардан кегін алды. Біз табиғатқа қиянат жасамауымыз керек. Көркем сөйлеуде тұрақты тіркестер, ауыспалы мағынадағы сөздер, теңеу, эпитет, метафоралар қолданылады. Ауызекі сөйлеу стилде қарапайым сөздер, диалект сөздер, қайталаулар мен толымсыз сөздер қолданылады. Мәтіндегі осыны айтқан қария заматында қараңғылық қойнауына сүңгіп жоқ болады. Қыдыр атаның айтқандары айдай келіп, көп ұзамай олар байи бастайды деген сөйлемдерде бейнелі сөздер мен тұрақты сөздер қолданылған. Сондықтан бұл сөйлемдер көркем сөйлеу стиліне тән. Дегенмен, Арал өңіріндегі тұрғындар арасында кең тараған бұл аңызда ауызекі сөйлеу стиліне тән сөздер мен қарапайым сөздер, диалект сөз бен қайталаулар, толымсыз сөйлемдер көп қолданылған. Сондықтан мәтін ауызекі сөйлеу стиліне жатады. Ауызекі сөйлеу стиліне тән сөйлемдер: баяғыда осы маңайда тұратын тайпалар арасында жаугершілікке тыйым болмай бара жатқаннан кейін Ләтпай деген кісі бастаған ру адамдары құлақ естіп, көз көрмеген алыс жаққа кетіп қалуға қам жасайды. Бұлар мұз қатқанға күзер жасап, соның үстімен аралдың төріне жетіп алмақ болады. Ол аралдан қорықпаңдар, онда зұлымдық жоқ, қасқыр жоқ, адамдар жоқ. Мыңғырған мал болады. Аң құсты өлтірмеңдер, аққуларға тимеңдер. Балалар, тілдік бағдарға назар аударамыз. Дефис арқылы жазылатын сөздер. Кей одағай сөздер. Мысалы, моқ-моқ, түркі, парсы. Халықтар есімдерінің соңында келетін паша, бей, заде, оғлы сынды тұлғалар. Мысалы, Осман паша. Араб халықтары есімдерінен келетін әл, аз, эд, бен сияқты элементтер. Мысалы, әл-фараби. Басқа әріптермен қысқартылған сөзге процент, градус таңбалары бар цифрмен жазылған сан есімге жеке әріп түрінде алынған әріпке жалғанатын қосымшалар. Мысалы, қаз-ға 50%. Басқа тілде дефиспен жазылатын жалқы есімдер. Мысалы, Дон Кихот. Екінші тапсырма. Бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздерді ажыратып, 3 бағанға бөліп жазыңыз. Бағалау критерийі: сөздерді орфографиялық нормаға сай жазыңыз. Дескрипторлары: бірге жазылатын сөздерді дұрыс жазыңыз. Бөлек жазылатын сөздерді дұрыс жазыңыз. Дефис арқылы жазылатын сөздерді
дұрыс жазыңыз. Дұрыс жауаптар: бірге жазылатын сөздер: бурабай, алтын емел, бозжыра, барса келмес. Бөлек жазылатын сөздер: хан тәңірі, ауыз су, алма ағаш, ғашық хат. Дефис арқылы жазылатын сөздер: сауыр тарбағатай, тянь-шань, қалқамай, сай-сала. Үйге тапсырма: берілген сөздерді пайдаланып, қиялдарыңдағы барса келмес аралы туралы ертегі құрастырыңдар. Балалар, бірнеше сөздер берілген: үлкен кіші, болған мыс, ақ-қара, тағы да бірнеше сөздер берілген. Осы сөздерді пайдаланып, қиялымыздан барса келмес аралы туралы ертегі құрастырып жазамыз.